Авторлық әңгімем қайтыс болған қалыңдықтың қалауы. Айбол мен Ұлжан бір-бірін қатты жақсы көретін. Олар көп уақыт қарым-қатынаста болып, сосын үйленуге шешім қабылдады. Бірақ тойдың алдында бір бақытсыздық орын алды. Олар көлікте келе жатқан еді. Рөлдегі ер адам мас болатын. Ұлжан көлікті қатты жылдамдықпен жүргізбеуін өтінді, бірақ ол оны тыңдамады. Ол жолды мүлдем көре алмайтын дәрежеде тұман болатын. Оқиға болған кезде олар көпірден өтіп бара жатқан. Ұлжан жүргізушіні ескертуге тырысты. Сондықтан ол басқаруды жоғалтып, олар көпірден өзенге қарай құлап кетті. Көлік бірден суға батты. Есіктері жабылып, олар көліктен сыртқа шыға алмай қалды. Бардачокты ашқан Айбол отвертканы алып, әйнекті соға бастады. Көлік терезесі тез сынып кетті. Жүргізуші қанға малынса да сыртқа қарай әрекет етіп, жүзе бастаған еді. Кенет Ұлжан оның аяғынан ұстап алды. Ұлжанның ремені қыстырылып қалған еді. Ал Айбол оны шешуге тырысты, бірақ шеше алмады. Сөйтіп Айболдың тынысы тарылып, қалыңдығын көлікте қалдыруға мәжбүр болды. Ал Ұлжан оған үмітпен қолын созды, бірақ Айбол оған соңғы рет қарады да жүзіп судың бетіне шығып кетті. Ол су бетіне қалқып шыққанда көпірге көп адам жиналған еді. Бірнеше сағаттан кейін ол үйде болды. Ол Ұлжанды сонда тұңғиықта қалдырғанына қатты ұялды. Намысы қийнады. Үмітсіз және қайғылы көңіл күймен ол төсекке жатты. Түннің бір уақытында Айбол терлеп оянды. Бетіне суық бірдеңе тигенін де сезінген еді, бірақ бөлмеде ешкім болмады. Бір күрсініп, қайтадан жастыққа басын қойып жатып қалды. Кенет біреу терезесінен соққанын естіді. Айбол қорқып орнынан секіріп тұрды. Терезеге ақырын жақындап пердені ашты да сыртқа қарады. Ешкім жоқ, бірақ әйнекте кішкене тесік қалған екен. Біреу әйнекті қаламмен немесе отверткаға ұқсас нәрсемен тесіп жібергендей із болды. Терезеден алыстап төсекке отырды да бетін қолымен жауып алды. Ол ұқтай алмады. Сосын ол бір дауыс естіді. Немесе ол естігендей түйілді. Бірақ душтағы су шынымен қосылған еді. Қалай? Деп ойлады ол. Себебі бүгін Айбол душқа барған жоқ еді. Төсектен тұрып, аяғын әрең қозғап, жуынатын бөлмеге беттеді. Жарты жолда ол тоқтап қалды. Себебі жуынатын бөлменің есігі ашық болатын. Онда біреу бар. Ол қолды көрді. Қол судың бетін сипап тұрғандай болды. Ол бұдан қатты қорқып кетті. Бірақ сонда да жақындап, демін ішке жұтып, жартылай ашық тұрған есікті кенеттен итеріп жіберді. Жуынатын бөлме бос. Ол тез барып суды өшірді. 1 минут сонда тұрған соң артына бұрылды да кетейін деп жатқанда кенет судың шырылдауын қайта естіді. Артына бұрылып суды шалпылдатып жатқан біреуді көрді. Айбол бір қадам алға басып, суда шаш жүзіп жүргенін көрді. Қара шаш, оның қалыңдығының шашы дәл осындай еді. Ол қолын суға салды, бірақ онда ештеңе сезбеді. Ол бір күрсінген еді, оның қолынан бірдеңе ұстап алып, суға қарай сүйрей бастады. Ол босап шығуға тырысты, бірақ оны тартып тұрған нәрсе өте күшті еді. Бір уақытта әйтеуір екінші қолымен шампунға жетіп, суға қарай лақтырып жіберді. Ол қайтадан қолын суырып алды. Айбол ваннадан артқа қарай қатты ұмтылып еденге құлап түсті. Оның тыныс алуы жиілеп кетті. Бұл не? Деп тұрғанда кенеттен ол артындағы есіктің жабылған дыбысын естіді. Жүрегі дірілдеп кеткен Айбол басын өте баяу түрде артқа бұрып, өзіне қарай тесіліп қарап тұрған көк көмбек көзді көрді. Бұл Ұлжанның көздері еді. Ұлжан шашын жайып алған, қолдарын алға созып алған, бір орында қимылдамай тұрып қалған. Оның аузынан су шығып тұрды. Сәлден соң
ұлжан Айболға қарай адым басты. Айболдың тыныс алуы қиындап, жүрегі дүрсілдеп кетті. Ішінен біртүрлі бірдеңені сезіп, ішін ұстады. Кенет Айболдың аузынан өте мол болып су ағып кетті. Айбол аузынан шығып жатқан суға тұншығып бара жатты. Ал Ұлжан алға қарай жүре берді. Көп өтпей Айболдың қасына келді. Оны аппақ қолдарымен ұстап алып, құлағына жақындап: «Сен мені тастап кеттің, сен мені суға батып кетуіме жол бердің, бірақ мен сені жақсы көремін, сен де мені жақсы көр, біз мәңгі бірге боламыз» деді. Келесі күні Айболдың көршісі қонаққа келіп, оның жағдайын білмек болды. Бірақ ол оны үйдің барлық бөлмесінен іздесе де таппады. Ал ваннаның айналасына су төгіліп жатқанын байқады. Сонда кірген ол қабырғаға қанмен жазылған сөзді оқыды: «Біз мәңгі бірге боламыз». Көршісі дереу полиция шақырды. Полиция қанша тырысса да Айболдың қайда жоғалып кеткені жайлы ештеңе біле алмады. Әңгіменің соңы. Әңгіме ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Бастарыңыздан өткен қорқынышты оқиғалар болса, қалдыра кетіңіздер. Келесі шығарылымдарда жариялайтын боламын.